Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айдана. Бүгін қатпарлы қамырдан самса жасаймыз. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен самсамыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін салқын суға тұз салып, үстіне ұнды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан соң целлофанға осылай кигізіп, 1-1,5 сағатқа тұндырып қоямыз. Енді самсамыздың қамырын жаюға кірісеміз. Осылай ұнды сеуіп, дөңгелек етіп, жұп-жұқа қамыр жаямыз. Қамырымыз оқтауға жабысып қалмас үшін арасында осылай ұнды сеуіп отырып жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан соң ортасына ерітілген сары майымызды құйып, қолымызбен жабышамыз. Шет-шеттерін видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Кейін рулетті ораған тәріздес самсаның қамырында солай орап шығамыз. Енді дөңгелек етіп орап, пищевой пленкамен немесе целлофанмен бетін жауып, сол аралықта начинкасын дайындаймыз. Тартылған етке ұсақтап туралған пиязымызды салып, үстіне асқабақ қостым. Мен ерекше болып шығады дәмі, немесе картоп қоссаңыздар да болады. Татымына қарай тұз, бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде тартылған ет болғандықтан ол қуыруды қажет етпейді, себебі ол тез піседі, ол жаны уайымдамаңыздар. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Дайын болғаннан соң осылай астына ұнды сеуіп, дөңгелек етіп барлық қамырымызды жайып дайындап аламыз. Дайын болғаннан соң самсаңызды әртүрлі етіп, өзіңіздің қалауыңызша түйіп шықсаңыз болады. Мен осылай жасадым. Барлық самсамызды түйіп болғаннан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне күнжіт немесе мак сеуіп, қызып тұрған 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей осымен біздің самсамыз дайын, қатпарлы болып шығады. Міндетті жасап көріңіз, ас болсын.